Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya qatnashuvchilari. Men Atabek Alimov, Feysenov universiteti turizm kafedrasi professori. Bugungi Mulla bobomizning 190 yilligi men barlig'ingizga qutlug'layman. Sonday-aq Berdaq muzeyi xizmatkorlarini, shu yerdagi olimlarga Mulla bobomizning tarixini, uning adabiyotini zertlab, uning umr bayonini zertlab yurgan olimlarga minnatdorchilik bildiraman. O'sha konferensiyani shulkinlashtiruvchilarga және meni murojaat etgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Meni o'zim tarixchi bo'lуга, ya bo'lmasa bir adabiyotchi bo'lуга davom yo'q, biroq yoshlar uchun, elimiz uchun Mulla bobomizning qoldirib ketgan merosin, onun өмірінен үлгі алуға арзитын моментlerini men e'tibor bergim keldi. Егер рұқсат берсеңіз, кішкене бір презентациям бар еді. Ұсынайық. Презентация davomida сұрауларыңыз болса берсеңіз болады. Mulla шығыс һәм батыс арасындағы ілім көпірі деп ат бердім презентацияма, The Human Bridge. Mulla 190 жыл болған болса, медреседен академияға дейінгі ілім жолын зерттесеңіз, егер мысал үшін ең жақсы сол кездегі медресе Хива ханлығындағы Шерғазы хан медресесі деп білетін болсақ, Венгрияның ілімдер академиясына дейінгі жолы. Mulla бабамыз қай жерде жасаған? Ол 1850 жылдары, 60 жылдары ол көшіп кетуден алдын Қарақалпақстанда қандай саяси уақиғалар болған? Осыған e'tibor беру керек. Халықтың жағдайы қандай болған? Және ол Ван-Береге достасу, ол кездегі халықтың аңында ханлықтағы Қарақалпақ еліндегі Хиуа ханлығының өзінде, Бұхара елінде болсын, сырттан келген адамға дұшпан ретінде қаралған, бұл агент ретінде қаралған. Осындай көзқарасларға қарамастан, басқаша ойлап, осы адамменен Венгрияға кеткен, Истанбулға барған, жолдарды көрген. Венгрияға барғанда оның жолдасы болады. Ақыллы адаммен жолдас болу, нетворкинг. Бұл студентлік дәуірінде, бұл жұмыс істеу процесінде, ол бизнес болсын, қалеген тарауда да ақыллы адамдармен жолдас болу өмірдің мазмұнына мазмұн қосады, жұмысының берекетіне берекет қосады. Халқымызда да нақыл бар: досың кім екенлігін айтсаң, сенің кім екенлігіңді айтаман. Қазіргі заманауи бизнесте өзіңнен білімдірек адамдармен орталық қалыптастыру жетіскенліктің бірінші басқышы есептелінеді. Сондықтан бірінші момент мен жастарға e'tibor беретін нәрсем, Mulla бабамыздан алатұғын нәрсе, ақыллы адамдармен дос болу, жолдас болу, олардан үйренетін затларды тез үйреніп алу мақсатты етіп қоюымыз керек болады. Және бір момент, Mulla бабамыздың тіл білуі. Ол медреседегі дәуірінде, оқу дәуірінде болсын, жұмыс істеу дәуірінде болсын, араб, парсы, түрки тілдерді жақсы білген. Енді мен Венгрияда 1 жыл жасаған докторант ретінде, ilmiy қызметкер ретінде мен венгр тілін үйрене алмадым, үйренуге де тырыспадым. Бірақ Mulla бабамыз дүниедағы ең қиын тілдердің біреуі, 5 тіл болатын болса, араб, қытай, орыс, және француз, және япон тілдеріне келетін болсақ, осының ішінде 4-ші тіл, венгр тілі ең қиын тілдер қатарына кіреді. 1 жылдың ішінде Mulla бабамыз венгр тілін үйреніп, осы жердегі Венгрия, Австро-Венгрия императорлығы академиясында жұмыс істейді, ілімдер академиясында. Бұл тілді тек біз байланыс құралы ретінде әзіргі уақытта жастарда көзқарас пайда болып жатыр. Бұл байланыс құралы емес. Бұл дүния іліміне интеграцияласу үшін бірінші қадам болып есептелінеді. Сондықтан осы жерде тілді жақсы үйренуге мен перзентлерімізді, жастарымызды, жас үлкендерімізді мұраjaat етіп қалған болар едім.
Жергиликтүү билимдендирүү. Сол дәвірде Хиуа медреселери кандай болгон, Европа илимлери кандай болгон деген суроо туулат. Хиуа медреселери күчлүү фундаментал билимлер сонун тиллер маселесинде, философия маселесинде, сондай ак диний маселелерде илимлер жакшы берилген. Бирок Европадагы, батыштагы илим менен техниканын интеграциялашуу аркылуу илимдер академиялары ол жакта жүдө раважланган. Сондуктан Моласак вот биринчиден Хиуа медресесинин агзасы ретинде, бул Түркістан елінің перзенті ретінде Венгрия илимдер академиясына интеграция болуу, ол жерде жұмыс істеу мүмкүнлүгү бар экенин биринчи далилдеген адам эсептелет. Азыр биз эмне ала алабыз? Азыр биздердин университетлерде де чет эл университетлери менен интеграция болуу, бирге жұмыс иштөө, exchange mobility кылуу кетип атыр алымларымыз, студенттерimiz тарапынан. Енді біз теориялық билимлер бірге практикалық билимлерди, сондай ак өмүрдө колдона алуу дарежесине эң тийкаргы маселе, мисалы үчүн жергиликтүү университеттин ар кайсы бир студенти Венгриядагы болсун, Япониядагы болсун университетке барып тикелей окуй алуу. Біздердің университеттегі профессорлардың сол университетлерде тікелей сабақ бере алу сияқты интеграцияласу процесін үйренуіміз керек. Адаптация, профессионализм. Венгрияға барғанда Моласак тек қана жасап қоймастан мемлекеттің ең жоғары илимдер академиясына жұмысқа кіреді. Ол жерде дилмаш болады, аудармашы болады. Ол жерде Ираннан келген, араб елдерінен келген, Түркиядан келген уәкілдер, орыс елінен келген уәкілдер болсын, дилмашлық қылған. Маалыматларга қарағанда көптеген адамдармен ұшырасқан. Яғни бұл жерде Венгрияда илимдер академиясында жұмыс жасады. Венгер тілін меңгерді. Ол жерде дилмашлық қылды, ол жерде илмий зерттөө жұмыстары алып барды. Значит, сіз ол адам, ол Асхак ретінде ол жерде де өзін танытқан, ол жерде де бір коллективтің ағзасы, бір елдің ағзасы ретінде қабылданған. Сондықтан барған жерімізде бір адаптация болуды біз үйренуіміз керек, барған жерімізде өзіміздің профессиямыз бойынша жұмыс істеуді үйренуіміз керек болады. Ел үшін қызмет, сыртқы көзқарас. Егер шет елде жасаған адамдар біледі, барып көрген адамдар 1 айға, 2 айға, 3 айдан көп жасаған адамдар уже біз білеміз, еліміздегі саяси уақияларға, социалдық уақияларға, экономикалық құбылыстарға сырт елде болғаннан кейін ұзақтан жоғарыдан көріп бақа бере аламыз. Сондықтан Моласак та елді сағынған, бірақ елді сағынғанмен ол дәуірдегі орыс патшасының басқыншылығы Түркістанға себеплі елге қайта алмаған. Сондықтан перзенттерimiz үшін, біздер үшін, ел үшін өзінің шығармаларын жазып кеткен. Бұл бір жағынан елдегі жағдайларды анализдеуге, сол дәуірдегі уақияларды біз әзірге дәуірге бақа беруіміз керек. Өткен дәуір арқылы әзір қандай кемшіліктерге жол қойып жатырмыз, бұларды қандай сапаластыруымыз керек деген сияқты моментлерде үйренуіміз, додалауымыз керек болады. Моласактан үйренген тұғымыз үш зат: илимий изленүүдөн тоқтамау, бәрқұлы илимий зерттеулер алып барған. Ол венгер тілін үйренген, араб, парсы, түрки тілдерді білген, аудармашылық, шығармашылық жұмыстарын жазған, дүния илимине ашық болу. Яғни бұл жерде мен айтпақшымын, сіз алым болсаңыз, сіз профессор болсаңыз, сіз қалеген тарау маманы болсаңыз да, дүнияның қалеген жерінде жұмыс істеп кету, оған адаптация болуды біз Моласактан үйренуіміз керек. Дүнияның илимине ашық болу дегенде тек
жер өз жерімізде емес, дүнияның басқа жерінде де қандай технологиямен жұмыс істеп жатыр, ол технологияны елімізге алып келсек қалай болады, и қандай жаңалықтар жаратуға болады деген сияқты бізде зерттеулерімізді и оны өмірде әмелге асыруға тырысуымыз керек болады. И милли қадіриятыларды сақлап, заманауи технологияларды меңгеруді, одан үйренуде. Мұласақ Европа елінде сол дәуірде өзінің милли киімі, шапаны, өзінің осы елде, Түркістан елінің милли киімдерін бәр қолда киіп жүрген, жиналыстарға да солмен барған, өмірде де солмен жүрген, и дінін жойтпаған, ислам дініне сыйынған, ислам дініменен ол жерде шахадатымен кеткен адам есептелінеді. Сондықтан милли қадіриятта тұрған гәп жоқ. Біз технологияға ұмтылуымыз керек, и өзлігімізді, біз кім екенлігімізді ұмытпауымыз керек, и біздің кім екенлігімізді келешек әулетқа жеткеру үшін бізден жақсырақ тарих қалу керек, бізден жақсырақ технология қалу керек, оларға бізден жақсырақ мирас қалу керек. Тикарынан айта жақларым осылар еді. Диққатларыңыз үшін рахмет. Конференция жұмыстарына табыстар тілеймін. Егер сұраулар болатын болса, контактларым социальный тармақларда да актив боламын. Сондықтан сұрауларыңыз, егер пікірлеріңіз болатын болса, күтіп қаламын. Саламат болың.